Ассаламу қадірменді достар, қош келдіңдер менің каналыма. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп отырамыз. Каналым аты геодезия. Біздің сабағымыздан көптеген білім алуға болады, және геодезия өте керек, әр ер адамға, ер азаматқа міндетті түрде керек, өйткені құрылысқа өте қажет нәрсе. Сондықтан мен сабағымызды міндетті түрде қадағалап отырыңыздар. Бүгін сабағымыздың тақырыбы нивелирдің құрылысы, яғни инструкция нивелирі толықтай айтатын боламыз сіздерге. Бүгінгі нивелиріміз, яғни NA 720 деп аталады, лейка. 720 дегеніміз, яғни 20 крат дейді, яғни 1 километр қашықтықтағыны өте анық қып көрсететінге байланысты айтылып кеткен екен, және 720, 724 деп бірнеше биттарға бөліне береді. Бүгінгі, яғни 720. Енді нивелирі толықтай құрылысын айтамыз сіздерге. Ең бірінші ол бізде наводящий винт дейді, яғни мына осы екі винт болады, яғни нивелирді осы екі винтпен, яғни объектіні көздеп, немесе рейканы көздегеннен кейін осы наводящий винтпен, яғни нақты қойып аламыз сол өлшейтін затымызға. Және де келесі айтатын келетін, ол бізде фокусировочный винт деп атайды. Бұл винт, яғни сол және көздеген объектіге қаратып, оны анық қып, яғни жақын қашықтықта жақындатып, алыста болса алыстатып, осы винтті көмегімен көріп алатын боламыз. Және де бізде үшінші айта кететін нәрсеміз, ол яғни цилиндрический уровень дейді. Цилиндрический уровень болады. Яғни ол уровеньді, яғни жұмыс қалпына келтіру үшін бізді үш винттің көмегімен осы цилиндрический уровеньді келтіреміз. Осы үш винттің көмегімен келтіретін боламыз достар. Енді және де жұмыс жасап жатқан кезде машиналар және техникалар немесе ауа райына байланысты приборлар қозғалып кетуі мүмкін. Сондықтан жұмыс жасап жатқан кезде именно осы NA 720 мен 724-ке мынандай, яғни зеркало берген екен. Ол зеркало, яғни жұмыс жасап тұрған кезде, осы зеркалға қараған кезде цилиндрический уровень тұрған жоқ па, соны анықтап көре салуға болады. Және де бізде келесіміз, ол яғни горизонтальный кольцо деп атаймыз. Яғни осы кольцо 360 градусқа бұрылады. Сондықтан осы горизонтальный кольцо деп айтып кеткен болатын. Және де оның қасында орналасқан защитный стекло дейді. Яғни бұл стеклоны ауыстыруға болады, және не үшін берілген бұл стекло, яғни оның ішінде градустар жазылған. Біз объектіге көздеп тұрған кезде қандай градуста тұрғанын білуге болады. Сол үшін арналған, және бұның осындай болттар бар, оларды ағытып, стеклоны ауыстырып, тазартып отыруға болады. Және бізде яғни основные дейді, яғни бұл подставка деп те атауға болады. Яғни штативқа осы основныйды қойып, яғни винтпен орнатып, штативқа, яғни нивелирді толықтай орнататын боламыз. Және де енді бізде қалған, яғни окуляр, яғни окуляр деген мынау, осыған қарап, яғни объектіні көретін боламыз. Және де окулярдың ішіне қараған кезде визир болады. Визир деген ол осы сызықпен белгілеп қойған болады, яғни осы направление. Бізде енді қалғаны достар, соңғысы ол объектив. Яғни объектив ол сырты шыны болады, яғни шыны тәріздес. Осы объективпен, яғни алдағы объектті немесе рейканы көретін боламыз. Достар, мінекей нивелирдің құрылысы өте қарапайым берілген. Кез келген адам осы нивелирмен жұмыс жасауға болады. Үй салсын, құрылыста болсын, яғни қандай высотада, қандай биіктікте, қандай көлемде екенін бәрі осы нивелирмен анықтауға болады. Сондықтан достар, біздің сабағымызға міндетті түрде тіркеліп отырыңыздар. Келесі сабақта біз нивелирмен қалай съемка жасаймыз, оны қалай установка жасаймыз, соның бәрін сіздерге айтып өтетін боламын. Қадірмен достар, қоштаспаймыз. Келесі сабақта жүздескенше сау сәлеметте болыңыздар.